Қайырлы күн ханымдар. Бүгін біз осындай домашний табаннан домашний тапочка тоқитын боламыз. Яғни керекті заттар осындай иран жібі және күрчік керек болады. Иран жібі 2 қабатталған болғандықтан мына күрчігіміздің 2 деген номерімен тоқитын боламыз. Бірінші мына қолымызды мінекей осылай өлшеп аламыз. Соңғы сусамызға келгеніндегі тұстан күрчігімізді өткіземіз. Осылай күрчігімізді өткізіп тоқитын боламыз. Негізі төменнен бастаған өздеріңізге жақсы болады. Себебі жоғарыдан бастап кетсеңіздер, жіп қысқаратын болғандықтан қысқартылып қалады. Сондықтан осылай қолымызды өлшем бойынша өлшеп тоқсаңыздар болады. Мінекей күрчігімізға жіпті өткіземіз. Жаңа астыңғы жіптен күрчігімізді өткізіп, содан кейін күрчігімізге жіп орап өткіземіз. Мінекей менде бір петля бар, бір ілмек бар. Енді күрчігіме жіп іліп, осы жаңағы ілмектен шығаратын боламын. Осылай түйін жасап аламын. Содан кейін тағы сол жаңағы тұстан, жаңағы жерден, астыңғы жіптен тағы бір рет тоқитын боламын. Яғни күрчігімді өткіземін, күрчігіме жіп орап шығарамын. Мінекей бізде 2 ілмек болады. Енді күрчігіме жіп орап, осы 2 ілмектен өткізетін боламын. Енді келесі тоқылған жіптен күрчігімді өткіземін. Күрчігімді өткізіп, әрбір жаңағы мына табанның тоқылған жібінен 2 рет тоқып, 2 рет өткізіп, күрчігімізді тоқып шығамыз. Күрчігіме жіп орап шығардым, 2 ілмек болады. Күрчігіме жіп орап, екеуінен бір өткіземін. Тағы да сол өрілген жіптен, яғни тігілген жіптен өткізіп, күрчігіме жіп орап шығарамын. Содан кейін 2 петля болады. Күрчігіме жіп орап, екеуінен бір өткіземін. Мына тігілген жерден 2 рет өткізіп, күрчігімізді тоқып шығамыз. Мінекей 2 рет өткізіп жатырмын мен. Осылай тоқып шығатын боламыз. Осылай айналдырып, мына қарама-қарсы тұсқа дейін тоқып шығатын боламыз. Мінекей мен айналдырып тоқып шықтым. Бірде екен бірі үшін осылай өлшеп қарап аласыздар. Содан кейін жаңағы бір ілмектен тағы да 2 ілмек жасап аламыз. 2 петля тоқимыз. Содан кейін айналдырып аламыз. Ішіне қарай. Күрчігімізге енді біз жіп орап, сынақ едім тоқимыз, яғни күрчігімізге жіп орап тоқимыз. Әрбір тордан өткізіп отырамыз. Жаңағы біз ілмек жасаған торды тастаймыз. Содан кейін келесі тордан күрчігімізді өткіземіз. Өткіздік, күрчігімізге жіп ораймыз. Бізде мінекей 3 ілмек болады. Енді күрчігімізге жіп орап, бастапқы екеуінен бір өткіземіз. Содан кейін мінекей соңғы екеуінен бір өткіземіз. Осылай сынақ едім тоқимыз. Күрчігімізге жіп ораймыз. Келесі тордан өткіземіз күрчігімізді. Бізде 3 ілмек болады. Күрчігімізге жіп орап, бастапқы екеуінен бір өткіземіз. Соңғы екеуінен бір өткіземіз. Осылай тоқып шығатын боламыз. Әрбір тордан өткізіп айналдырмаймыз. Біз басы ашық домашний тапочка тоқитын болғандықтан
Қазір сіздерге көрсететін боламын. Дәл осылай 3 ілмек болады. Баста енді күртшемізге жіп орап, бастапқы екеуінен бір өткіземіз, соңғы екеуінен бір өткіземіз. Осылай біз домашний, яғни мына табанның бас жағына қарай баратын боламыз. Мына осындай жолақтар болады. Осы жолақтан 3 жолақ қалғанша тоқып шығамыз. Мен көрсетіп тұрғанымдай, 3-ші жолаққа дейін тоқимыз. Мен 3-ші жолаққа дейін тоқыдым. Осылай қарама-қарсы жақты осындай жаңа тоққан жібімізбен бірдей етіп аламыз. Содан кейін жаңа біз накидін тоқыдық. Енді без накиді тоқимыз. Яғни күртшемізге жіп бір ілмек іліп аламыз, айналдырамыз, сырт жағына қарай тоқитын боламыз. Енді әрбір тордан жаңағыдай өткіземіз. Тек без накиді тоқимыз. Күртшемізге жіп орамай тоқып шығатын боламыз. 2 ілмек болады. Күртшемізге жіп орап, екеуінен бір өткіземіз. Әрбір тордан, келесі тордан өткіземін. Күртшеме жіп орап, 2 ілмек іліп аламын. Күртшеме жіп орап, екеуінен бір өткіземін. Дәл осылай без накиді тоқып шығамыз. Соңында ілмекпен іліп жібімізді бекітіп тастаймыз. Соңғысында соңғы тордан өткізіп, 2 ілмек болады. Күртшемізге жіп орап, екеуінен бір өткіземіз. Содан кейін ілмегімізді ұзындау етіп алып, жібімізді сол ілмектен шығарып, бекітіп тастайтын боламыз. Содан кейін кесіп тастаймыз. Содан кейін келесі жағын тоқитын боламыз. Ол үшін біз жаңағы бас жағындағы тоқылғанымыздан өлшеп аламыз, келесі жағына шығу үшін. Осылай жібімізді өлшеп алатын боламыз. Қарама-қарсы тұсты өлшеп, күртшемізді өткізіп, сол тұстан. Енді күртшемізге жіп ораймыз, бір ілмек жасап аламыз. Яғни табанымыздың 3-ші узорынан бастап өткізетін боламыз күртшемізді. Жаңа бір ілмектен тағы күртшемізге жіп орап, сол ілмектен өткіздік. Біз енді жоғарыдан төменге қарай тоқитын боламыз. Тағы да бір ілмек жасап аламын. Енді накидін тоқимыз, күртшемізге жіп ораймыз. Келесі тордан өткізіп, 3 ілмек болады. Күртшемізге жіп орап, бастапқы екеуінен бір, соңғы екеуінен бір өткіземіз. Тағы да күртшемізге жіп ораймыз. Әрбір тордан өткізіп, тоқып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай тоқып шығамыз. Соңғысына келдім. Соңғысында дәл солай. Енді бір ілмек жасап аламыз. Содан кейін сыртына қарай табанымызды аударамыз. Содан кейін әрбір тордан без накиді тоқимыз. Яғни әрбір тордан күртшемізге өткіземіз. Содан кейін күртшемізді жіп орап, екеуінен бір өткіземіз. Күртшемізді өткіземіз. Күртшемізге жіп орап, 2 ілмек болады, екеуінен бір өткіземіз. Соңғысына келдім. Енді біз дәл жаңағы бірінші қатарды қалай тоқыдық, дәл солай тоқитын боламыз екінші жағында. Енді біз 14, яғни бұл 37-ші размер,
бірақ 36 размер бір размер кіші жүреді. Мінекей 14 тор тоқып аламын. Тоқып алдым. Енді келесі тұсты ең бірінші, келесі жақтың ең бірінші торынан жаңағы ілмекті, тоқыған ілмегімізді өткіземіз. Содан кейін мінекей ілмегімізді үлкендеу етіп алып, жібімізді сол ілмектен өткіземіз. Бекітіп тастаймыз. Солай бекітеміз. Енді осы жіпті, яғни қарама-қарсы тұрған жағымызға шығарып, бір тор тастаймыз, екінші тордан өткізіп күртеуімізді жібімізге, күртеуімізге жіп орап шығарып аламыз, бір ілмек жасап аламыз. Солай. Содан кейін күртеуімізге жіп орап жаңа ілмектен өткіземіз. Солай бекітетін боламыз. Содан кейін күртеуімізге жіп ораймыз, снакедім тоқимыз. 3 ілмек болады. Күртеуімізге жіп орап, бастапқы екеуінен бір, соңғы екеуінен бір өткіземіз. Күртеуімізге жіп ораймыз, өткіземіз. Яғни тордан өткізбейміз. Бұл жерде жаңағы тоқылған тордың төменге қарай, төменнен шығарып, күртеуімізді тоқитын боламыз. Осылай біз 14, яғни жаңа 14 тор тоқығанымыздай 14 тор тоқитын боламыз. Мінекей тоқып шықтым. Ең соңғысында енді мінекей 14 узор салдым. Енді осы соңғы ілмекті жаңа мен бір тор қалдырып екінші тордан өткіздім. Дәл солай бір тор қалдырып екінші тордан күртеуімді өткізіп, күртеуіме жіп орап шығарамын. 2 ілмек болады. Сол жаңағы шығарған ілмегімді соңғы ілмектен өткізіп бекітетін боламын. Ілмегімді ұзындау етіп шығарып аламын. Тоқылып жатқан жібімді сол ілмектен өткізіп бекітіп тастайтын боламын. Мінекей енді осылай біз енді келесі жағына шығарып аламыз жібімізді. Содан кейін жаңа бір тор тастап, екінші тордан күртеуімізді өткіземіз. Содан кейін күртеуімізге жіп ораймыз, шығарамыз жібімізді. Жаңа алдыңғы узорда, яғни жібімізді бірдей етіп аламыз. Содан кейін күртеуімізге жіп орап, жаңағы ілмегімізді бекітіп аламыз. Күртеуімізге жіп ораймыз, снакедім тоқитын боламыз. Содан кейін соңғы жанындағы тордан күртеуімізді өткіземіз. Күртеуімізге жіп орап, бастапқы екеуінен бір, соңғы екеуінен бір өткізіп тоқимыз. Тағы да жаңа өткізген тордан бір тордан 2 рет өткізіп тоқып шығамыз. Бастапқы екеуінен бір, соңғы екеуінен бір, яғни снакедім тоқимыз. Осылайша біз узор салатын боламыз. Енді 2 тор тастаймыз. 3-ші тордан ортасынан, екінші тордан кейін 3-ші тор мен 2-ші тордың ортасынан күртеуімізді өткіземіз. Мінекей көрсетіп жіберейін. Мінекей соңғы басында бір тордан өткіземіз, яғни соңғы бірінші тордан өткіземіз күртеуімізді. Содан кейін күртеуімізге жіп орап, бастапқы екеуінен бір, соңғы екеуінен бір, осылай бір тордан 2 рет өткізіп тоқимыз. Енді біз мінекей 2 тор қалдырдым. 3-ші тордың ортасынан өткізіп күртеуіме 3 ілмек болады. Күртеуіме жіп орап, бастапқы екеуінен бір, соңғы екеуінен бір өткізіп тоқимын. Яғни бір тордан 2 рет тоқып узор саламыз. Енді мінекей 2 тор қалдырдым. Міне
көрсетіп тұрғандай 3-ші тордың ортасынан 2 мен 3-тің ортасынан өткіземін күрчөгімді. Содан кейін күрчөгім ашып орап, бастапқы екеуінен бір, соңғы екеуінен бір өткіземін. Осылай тоқып шығамын. Яғни бізде 14 болғандықтан 8 узор болу керек. Біреуі артық жүреді. Тағы бір узор тоқимын. 7-ші узор бұл. Енді 8-ші узорда дәл солай соңғы тордан өткіземін. 2 тор қалады. 2 мен 3-тің ортасынан күрчөгімді өткізіп, бастапқы екеуінен бір, соңғы екеуінен бір өткізіп, 2 рет тоқитын боламыз. Содан кейін жаңа мен бір тор қалдырып, 2-ші тордан бастадым. Дәл солай бір тор қалдырып, 2-ші тордан күрчөгімді өткізіп, күрчөгімді яғни жіп орап, 2 ілмек болады. Соның басындағы ілмектен өткізіп бекітетін боламын. Ілмегімді үлкендеу етіп созып алдым. Енді жібімді өткізіп бекітемін. Бекіттім. Енді дәл осылай тоқып шығамыз. Қарапайым әдіспен тоқылады. Өте оңай. Жібімізді келесі жағымызға шығарамыз. Содан кейін бір тор қалдырып, 2-ші тордан бастаймыз. Жібімізді алдыңғы узордан бірдей етіп аламыз. Узормен. Енді бір ілмек жасап алдым. Күрчөгімді жіп орап, ілмегімді бекітемін. Енді 2 узордың артқы, яғни артқы ең соңғы торынан күрчөгімді өткіземін. Бастапқы екеуінен бір, соңғы екеуінен бір өткізіп узор саламын. Дәл жаңағы басында тоққандай узор салып тоқимыз. Күрчөгімді жіп ораймын. 2 тор тастаймын. 2 мен 3-тің ортаңғы ортасынан күрчөгімді өткіземін. Содан кейін бастапқы екеуінен бір, соңғы екеуінен бір өткізіп, бір тордан 2 рет өткізіп, узор салатын боламыз. Дәл осылай тоқып, соңына дейін тоқып шығамыз. Бұл 2-ші қатарда санап қажеті жоқ. Санаудың. Өзі көрініп тұрады. Басында бір узорды жақсылап салып алсаңыздар, тоқып алсаңыздар, 2-ші қатарды тоқу өте оңай болады. Соңғы торға келдім. Соңғы торда да дәл солай бір тордан 2 рет өткізіп, узор саламын. Содан кейін бір ілмек тастап, 2-шісінен өткізіп, сол өткізген ілмегімді соңғы ілмектен өткізіп бекітіп тастайтын боламын. Енді жаңағы бекіткен жібімізді келесі жағына шығарамыз. Содан кейін бірдей етіп аламыз жібімізді. Узормен бірдей етіп аламыз. Содан кейін бір ілмек тастап, 2-шісіне өткізіп, жібімізді шығарып аламыз. Содан кейін ілмегімізді бекітетін боламыз. Яғни күрчөгімді жіп орап, осы ілмектен өткіземін. Осылай бекітеміз.
Содан кейін сынақ едім тоқимыз. Жаңағыдай күрчігімі жыбырап, соңғы турдан өткізіп, күрчігімі жыбырап, бастапқы екеуінен бір, соңғы екеуінен бір өткізіп шығамыз. Осылай соңына дейін тоқимыз. Соңында дәл жаңағыдай бекітетін боламыз. Яғни бір тур тастап, екіншісінен бекітеміз. Келесі жағына шығамыз. Содан кейін бекіткеннен кейін тағы да бір тур тастап, екіншісінен өткізіп, күрчігімізге жіборап, бір ілмек жасап аламыз. Содан кейін күрчігімізге, яғни жіборап, ілмегімізді бекітіп аламыз. Содан кейін күрчігімізге жібораймыз. Соңғы турдан өткізіп, екі узор тоқитын боламыз. Соңына дейін осылай, дәл осылай узор салып тоқып шығамыз. Соңғы торға, яғни соңғы турды дәл солай тоқимыз. Содан кейін төмендегі, ең төмендегі тігілген жіптен күрчігімізді өткізіп аламыз. Содан кейін шығарамыз. Екі ілмек болады. Осы басындағы ілмекті соңғы ілмектен өткізіп, бекітіп тастайтын боламыз. Енді яғни қалдық жіпті осылай табанындағы жіптен айналдырып бекітіп тастайтын боласыздар. Содан кейін мына келесі жағындағы тігілген жіптен күрчігімізді өткізіп аламыз. Жібораймыз, шығарамыз бір ілмек етіп. Содан кейін екі тур без накиді тоқимыз. Содан кейін күрчігімізге жіборап, узорға келген кезде соңғы турдан өткізіп, үш ілмек болады. Күрчігімізге жіборап, бастапқы екеуінен бір, соңғы екеуінен бір узор тоқитын боламыз. Яғни біз жаңағы бір турдан екі рет өткіздік, а бұл бас жағында біз бір турдан үш рет өткізіп, сынақ едім тоқып, узор салатын боламыз. Үш узор салғаннан кейін біз келесі турдан күрчігімізді өткізіп, екі ілмек болады. Күрчігімізге жіборап, екеуінен бір өткіземіз. Без накиді тоқимыз. Содан кейін күрчігімізге жіборап, яғни келесі турды біз узор салып тоқитын боламыз. Яғни бір турдан үш рет сынақ едім тоқып, узор саламыз. Содан кейін келесі турда без накиді тоқимыз. Яғни күрчігімізге жіборамаймыз. Әрбір үш узордан кейін біз без накиді, келесі турды без накиді тоқитын боламыз. Осылай біз яғни бас жағындағы ирелегін шығарып аламыз. Осындай узор шығады бізде. Үш узор тоқыдық, енді без накиді тоқимыз. Содан кейін күрчігімізге жіборап, әрбір турдан өткізіп, бастапқы екеуінен бір, соңғы екеуінен бір, осылай бір турдан үш рет өткізетін боламыз. Үш узор тоққаннан кейін келесі турды біз без накиді, яғни күрчігімізге жіборамаймыз.
күрчөгүбүздү кеңестирүүдөн өткүзүп 2 илмек болду. Күрчөгүбүзгө жыбырып 2-1 өткүзөбүз. Осылай тогуп чыгабыз. Минекей узур салып болгондон кийин жаңагы басында биз 2 без накиди токудук, солай 2 рет без накиди токуйбуз. Yani узур токулмаган жерде 2 рет без накиди токуйтун болобуз. Соңунда мына табанның сары жибинен күрчөгүбүздү өткүзүп бекитип тастайтын болобуз. Осылай 2 илмек болду. Бастындагы илмекти соңку илмектен өткүзүп бекитип тастайбыз. Осылай кесип бекитебиз. Содан кийин осы астындагы жипти осы табанның сары жибинен, бул катты жип сөгүлмөйдү. Табанның тигилген жибинен бекитип карама каршы чыгарып бекитип тастайбыз. Минекей бизде домашний тапочкамыз дайын. Осылай сиздер де токуп үйрөнүп алыңыздар. Содан кийин сәндөө үчүн әдемі гүлдөрдү салып, өздөрүңүздүн каалоолоруңуз боюнча сәндөөгө болот. Мен минекей осундай әдемі гүл токуп, жанына тигип бекитип тастадым. Минекей осундай әдемі домашний тапочканы сиздер де токуп үйрөнүп алыңыздар. Және де менин каналыма тиркелүүнү унутпаңыздар.